Сәлеметсіздер ме достар, менің жаңа видеома қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен дәл осындай дәмді етті бәліш пісіретін боламыз. Видеоны соңына дейін көруге кеңес беремін. Ең алдымен електен өткізілген ұнымыздың үстінен жұмсақ сары майды салып, қолымызбен үгіштеп отырып, крошка жасайтын боламыз. ұн мен майды әбден араластырып алғаннан соң үстіне қопсытқышпен тұзды салып, тағы да жақсылап араластырамыз. Одан кейін үстінен қаймақты саламыз. Қаймақ менде дүкендікі 20%, және бір жұмыртқамызды салып, жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Керек заттарды және мөлшерін видеоның астында описание бөлімінде толығымен жазып қалдырамын. Қамырымыз жұмсақ болып иленеді. Енді оны салафанға салып, 20-25 минутқа тоңазытқышқа қоятын боламыз. Енді ішіне салатын салмасын дайындаймыз. Менде мына жерде ет, картоп және де чеснок. Сіздер чесноктың орнына пияз қолдансаңыздар да болады. Дәміне қарай тұз саламыз, қара бұрыш салып, жақсылап араластырамыз. Салмасына тауық етінде пайдалануға болады. Егер тауық етін пайдаланатын болсаңыздар, 2-3 ас қасық сұйық май құюды ұмытпаңыздар. Осымен салмасы дайын. Қамырымыз 25 минуттай холодильникте тұрды. Енді оны 2 бөлікке бөлетін боламыз. Бір жағы кішіректеу болады. Кішіректеу жағы пирогымыздың беті болады. Енді астыңғы бөлігін 4 бұрышты форма беріп жаямыз. Достар, менің арнама тіркеліп, видеома лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Әлеуметтік желіде жақындарыңызбен бөлісіңіздер. Төрт бұрышты формаға пергамент қағазын төсеп, қамырымызды орналастыратын боламыз. Шет-шетіне бортик жасап, сәл формаға жабыстырамыз. Енді ішіне салмасын тегістеп салып шығамыз. Енді қамырдың екінші бөлігін жұқалап жайып, пирогымыздың бетін дәл видеода көрсетілгендей жауып, шетін өріп шығамыз.
Пирогымыздың шетін жақсылап бекітіп, әдемілеп өріп, одан кейін бетіне жұмыртқа жағатын боламыз. Пеште піскен кезде ішіндегі ауасы шығу үшін пирогымыздың дәл ортасын видеодағыдай кесеміз, бетіне күнжіт сеуіп қызып тұрған пеште пісіреміз. Осымен пирогымыз дайын, көлемі де үлкен болады, дәмді әрі тойымды болып шығады. Сіздер де дәл осы рецептпен жасап көріңіздер, бір жасағаннан шығады. Көріп тұрғандарыңызды ішіндегі салмасы да бәрі піседі. Барлықтарыңызға ас болсын.